Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін осындай мега шоколадный пирог дайындайтын боламыз. Өте дәмді, жұп-жұмсақ шоколадты пирог. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар, және видеоны соңына дейін көрулеріңізді сұраймын. Дайындалу жолы қарапайым. Ең бірінші бізге осындай ыдысқа шекерімізді саламыз. Оның үстіне жылы су құямыз және сұйық майды құямыз. Бұл пирогтың ерекшелігі жұмыртқасыз дайындалады. Шым-шым тұз салдым. Жылы суды стаканға құйып, үстіне бір қасық кофе салып, жақсылап араластырып, ыдыстағы массамызға саламыз да барлығын жақсылап араластырамыз. Екінші ыдысқа құрғақ ингредиенттерді саламыз. Оны салдым. Және 4 ас қасық какао салдым. Оның үстіне разрыхлитель 1,5 чай қасық салдым. Барлығын салып болғаннан соң жақсылап құрғақ ингредиенттерді қасықпен біркелкі болғанша араластырып аламыз. Және осы құрғақ ингредиенттерді алдында дайындап қойған сұйық ингредиенттерге салып, оны да жақсылап біркелкі масса шыққанша венчиктің көмегімен араластырамыз. Міне бізде осындай біркелкі масса шықты. Сұйықтығы осындай болу керек. Қатты қою болмау керек. Қатты қою болып кетсе, ол жұмсақ болмай қалады. Тестамыз қатты болып қалады. Енді осыны табамызға құйып, мен бетіне фольганы орап, бетін осындай зубочисткамен фольганы тесіп қоямын. Бұл бізге пирогымыз тау болып көтеріліп кетпес үшін, беті біркелкі шығу үшін қажет. Пешке 180 градуста 30 минутқа салып аламыз. Енді бетіне жағатын глазурды дайындаймыз. Ол үшін бір плитка Қазақстан шоколадын алып, осындай ыдысқа салып, барлығын үстіне сүт құйдым. Және водяной баняда шоколадымыз сүтке араласып, езілгенше қойып қоямыз. Міне біздің глазур дайын болды. Жарты сағат өтті. Пирогымыз біркелкі, теп-тегіс, әдемі болып шықты. Бетіне глазур жағып жатқанымды түсіруді ұмытып кетіппін. Мына жерде бетіне глазур жағылған түрі. Бетіне еш нәрсе жақпай-ақ жесеңіздер де өте дәмді пирог. Міне осылай кесіп, міне өте пышный, әдемі, дәмді, жұп-жұмсақ пирогымыз дайын болды. Тура осы рецептпен жасап көріңіздер. Жасалу жолы оп-оңай. Балаларыңызға, қонаққа да осылай жасасаңыздар, өте керемет, тойымды, өте дәмді пирог. Сіздерге видео рецепт ұнаған болса, WhatsApp желісіне таратып қоюларыңызды сұраймын. Және менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Сіздермен бірге болған Гүлнұр Темировна.